хиджаб деген нәрсе бар қазір, орамал деген. Осылардың барлығы да мектеп кезінен бастап кию керек деп айтады деген секілді нәрселер бар. Сондықтан да біз ертеңгі күні сендер араласатыннан кейін сол адамдармен және бір таныс болып қаласыздар міндетті түрде. Сондықтан осы адамдардан абай жүріңіздер деген секілді мақсатпен, ниетпен келіп жатқан жайымыз бар. Қараңыздар, бұл мектептің ішіне күйге болмайды. Ана киіп демейсін адамдар, бәрін біледі екенсіңдер, қыздар. Қыздар жаңа шапалақ ұрматса, не киіп жүрсіңіздер? Егер рұқсат берсе киініп жатсыңдар ма? Аспапта киіп жүресіңдер ма? Нет, ну чтобы... Мектепте сабақ біткеннен кейін киіп жүресіңдер ма хиджаб? 50 қыз отыр, бір-екеуі да деп тұр. Мектептен кейін хиджаб киемін деп тұр. Егер мектептен кейін үйде, сыртта хиджаб кимейтін болсаңдар, айтпай қойыңдар бұл әңгімені. Бұл әңгіме болмаса. Вы же нашу религию переуправляете, потому что верите в Аллаха, правильно? Эй, Здесь половина русских девочек сидит, правильно? Почему здесь вот? Давайте дайте нам, чтобы наши девочки ходили в хиджабах, и все. Мы не мусульманское государство, мы светское. Мы светское государство.